студент күнделігінің екінші сериясына қош келдіңдер. Уже екінші серия ма? Уже кеше ғана бірді түсірген едім, кеше ғана. Бүгін мен что-то ұйқысырап тұрмын ше. Может, потому что мен жуынған жоқпын. Короче, бүгінге не план? Бүгін бізде сабақ онлайн болады, потому что ертең бізде праздник, республика күні, сол себептен ертең да бүгін де сабақ онлайн. Қазір күштілеп тұрып, сырникпен завтрак жасағым келіп тұр, потому что сырникті мен өте жақсы көремін. Творогпен қатысты бүкіл тамақты жақсы көремін. Бүгін мен еще почтаға барып келуім керек, жасағым күштілеп тұрып почтаға барып келемін. Бір-екі посылкам келіпті, соны алып келемін. Егер жаңадан келгендер болса, білмейтіндер болса, қош келдіңдер. Және өзім таныстырып өтсем, мен Аружанмын, жасым 17-те, бірінші курс студентімін. Қазгеоға грантқа түстім. Бірақта гранттан құлап қалу қаупім бар. Я. Сіздер дұрыс естідіңіздер. Мен гранттан құламаймын. Мен жайдан жай грантта оқып жүрген жоқпын ғой, оқимын. Қазір менде ағылшыннан 1,5 сағаттай сабақ болады. Менде бірінші пара бітті. Енді қараңыздар, шашым май болып быт болып жатыр кәдімгідей. Енді қазір шашымды жуамын. Шашымды жуып боласын, мен аптасына бір рет осындай бір маска жағып тұрамын. И осындай органовое масло жағамын. То есть бұны біз влажный немесе сухой шашқа жағуға болады. Бірақта бұны жаққасын шашты жумаймыз, солай қалдырамыз, короче. Витаминное масло дейді, короче, шашты восстанавливать етуге көмектеседі. Мен деген енді сабақ оқып болғасын, бірақ таңымды атқызып жатырмын, потому что таңертең вообще ұйқысырап тұрдым да, мен сабаққа да ұйқысырап қатыстым. Енді қазір өзіме келмесем болмайды. Давайте универ туралы айтайық бірдеңе. Мамандығым финансы, таңдау пәндерім геомат. Вот, надеюсь, осымен бұл сұрақ енді қойылмайды. Жалпы универге келетін болсақ, сабақ туралы не деп айта аламын? Именно сабақ оқу, сабақ беру жүйесі мүлде басқа универлерден де өте үлкен айырмашылық жасайды. Мысалға, біріншіден бізде группа жоқ, то есть сынып жоқ та, былай айтқанда, универде хотя бы группа болады ғой, то есть сынып сияқты. Ал Казгюда именно даже группа да жоқ. То есть біз әр пәнде, мысалы қазақ тілі, математика, ағылшын, әртүрлі пәндерде біз әртүрлі балдармен отырамыз. Бұл бір. Одан бөлек, бұл жерде үй жұмыстарына мысалы баға қойылмайды. Берілетін бір тапсырмаларға баға қойылмайды. Тек қана ол үй жұмыстарын сен өзің үшін ғана жасайсың. Жаңағы алдағы болатын нақты негізгі экзаменде жақсы нәтиже көрсету үшін сен мысалға үй жұмысын жасап отыру керексің да өзің үшін. Сондай да бұл жерде баға қойылмайды. Тек қана бағаланатын ең маңызды 3 нәрсе бар, то есть 3 тест болады. Мысалға бір мектепте бір сыныпта 4.90 болса, ал мұнда бір курста 2 семестр болады, то есть 2.90 деуге болады. Бірінші семестр ол күзден қысқа дейін, то есть декабрьға дейін болады. Мені көбісі мектеп оқушылары бақылайтын болғандықтан, көбісіне мүмкін қызық шығар, болашақта мысалы универде қалай оқиды деген сияқты. Мысалы маған да қызық болған. То есть бұл жерде бір семестрда, бүкіл бір семестрда, то есть оның аралығы примерно 3-4 ай. Сол 4 айда 3 экзамен болады. Негізгі 3 экзамен, оның әрқайсы бір процентті береді. Мысалы бүкіл толықтай 100% болса, и әрқайсынан белгілі бір процентті жинау керексің, чтобы сен 90-дыққа мысалға жақсы баға, жақсы нәтиже көрсетіндей. Бізде бағамен емес, именно процентпен есептеледі. Егер сен 60%-тен аз жинасаң, бүкіл 3 экзамен қосындысы 60%-тен аз болса, онда сен гранттан құлайсың. Ал егер 70%-тен аз болса, онда сен стипендиядан құлайсың. Сол себептен хотя бы 60-тан құламау керек қой. Бір сабақтан уже бірінші экзаменнен вообще өте аз балл жинадым. 3 деген баға алдым деуге болады. Одан бөлек квиздер да болып тұрады. Ол квиздер примерно 5-10% тоже бағаға влиять етеді. И оларда мен вообще тапсырған жоқпын, 0 алдым, біреуден 3 алдым деген сияқты. Просто информатика деген сабақта, информатикада мен жоқпын. Мен тек география, математикадан десең. Енді алдағы ендігі болатын нақты 2 экзамен болады. Оларда мен 100% 5 алсам, онда 60%-тен түспеймін. Ал егер 100%-тен аз жинасам, онда мен мүмкін. Мектепте саған бәрібір да, мектепте мұғалімдер саған айтады, оқы, дейтін оқымайсың, ештеңе етпейді да, мектепте оқымасаң. Ал универде уже ондай емес. Универде сен оқу керексің, потому что
әйтпесе гранттан қалайсың, әйтпесе стипендия алмайсың. И саған ешкім бұл жерде қинамайды, сен просто өзің түсінесің оқу керек екенін, понимаете? Жалпы студенттік өмірім прям күшті өтіп жатқан жоқ. Кәдімгі үй, универ, сабақ, үй, сабақ, үй деген сияқты ғой. Посвященияға қатысып жатқан жоқпын, потому что мен оған мүлде уақытым жоқ. Ал сіздер менің күнде видео түсіргенімді қалайсыздар? Ал мен оған мүлде уақытым жоқ. Мен аптасына жарайды 2 видео түсіріп жүрмін. Бірақ все равно маған жыным келеді, когда күнде видео түсірші деп айтатындарға шынымен айтайын ба, жыным келеді. Менің өзімнің өмірім бар, понимаете? И мен даже сабаққа үлгеріп жүрген жоқпын. Мен посвященияға қатысып жүрген жоқпын, чтобы өзім блогымды алып жүру үшін, өзім жұмысымды алып жүру үшін, үйге үлгеру үшін. Қазір менде енді 1 сағаттай уақыт бар. Сол 1 сағаттай уақытта мен информатикадан бір лекция оқитын боламын. То есть осы уақытқа дейін бір лекцияларды өткізіп жүрген лекцияларды өзім былай оқып, қарастырып, конспект жазуым керек. Бізде сабақтар еще ағылшын тілінде өтеді. Сол себептен кішкене қиындықтар туады. Сол себептен бір сөздердің аудармаларын жазып қойғам қызыл ручкамен. Солай енді оқимыз, бірақ та ағылшын тілін көбірек үйренуге бір жағынан бір вызов өзіңе, ал бір жағынан оңай емес. Короче, бұл бізде 11-ші лекция. Негізінде мен тағы бір 4-5 лекцияны өткізіп жүрмін. То есть тағы да 11-ші лекцияға дейінгі лекцияларды да қарауым керек. Бір лекцияның өзінде айтайын ба, мында 37 бет деп тұр ғой. Өте көп, 37 бет. Хотя күніне бір лекциядан оқып бітіріп отырсам, негізінде үлгеруге болады. Қалдың тағы үнсіз, күтіп таңды жалғыз, жылытар жанды, тыңда саған жазған әнді, үнге сөз қосылса егер. Қазір мен салонға барам, салоннан кейін кішігірім бір киім қарап, сәл уақытты өткізіп, қайтпасам реально үйде отыра беріп, жынды болайын деп жатырмын. Сәл өзімді балуат етіп келуім керек деп ойлаймын. Үнге көз қосылса егер, жамалып кетер, ерекше бұл әсер. Үнсіз қалдың тағы. Почтаға барып келдім, осындай бір 2 посылкам кепті. Мен бір әшкелер заказ бергем, солар келді. Ал мен басқа нәрсе деп ойлағам. Короче, ашайық құрсын. Итак, бұл мынандай не ғой? Цепочка. Бұл, короче, двойной цепочка. Чокер сияқты, да, бұл? Истрат. Блин, классно. Келесі тоже цепочка ғой деймін. Но тоже сондай бір серый, серебристый цепочка. Ой, аружан цепочкаларың толып қалды ғой. И по пути еще жаңа асқабақ алған болатынмын. Түрі прям әдемі емес. Но қазір біз енді асқабақты духовкада асқабақты пісіретін боламыз. Ойбай. Жылытар жанды, тыңда саған жазған әнді, үнге сөз қосылса егер, алдыға жетелер, бір сәтке көтерер. Үнге көз қосылса егер, жамалып кетер. Короче, мен деген қазір енді сабақ оқитын боламын. Жаңағы лекцияны жалғастырып оқимын. И өзіме осылай ужин, десерт жасап алдым. Осылай асқабақпен күштілеп тұрып бутерброд жасадым. Осенний бутерброд. Вам тоже советую. Мында параллельно мында Джуманджи болып жатыр. Дуэйн Джонсон.